Ассалаумағалейкум. Жалпы халықаралық курстың оқыту курсының мамандары. Жалпы сіздердің ұйымдастырып отқан бастауларыңыз өте керемет. Бұл өзіміздің жетілуімізге, өзіміздің бір қосымша ақпараттар, тың ақпараттар табуымызға бір себепкер курс болып есептеледі мен үшін. Және мынау оқылып жатқан лекторлар әртүрлі елдердегі курста, әртүрлі елдердегі болып қайтқан өз тәжірибесімен бөлінген мамандар, спикерлер өте сауатты, тілдері машық, яғни жалпы өз ісінің мамандары деп білемін. Қарап тұрсаңыз, қарапайым бэкграундының өзін қарайтын болсаңыздар, оның өзі де көп нәрсені айғартады, болашақ стипендиясы және тағы басқа. Әрине бұл маған таныс тақырып, себебі мен өзім де осы T-Program, Teaching Excellence and Achievement Program бағдарламасы аясында ақш-та тағылымдамадан өткем, Chico Junior High School'да, мектепте. Яғни білім жүйелері жөнінде айтатын болсақ, әрине озық ел, білім саласы өте алдыңғы қатарлы мемлекеттерді алып отырсар, ол біз үшін өте маңызды. Енді тағы менің өзімнің жеке ойым, бізде әрине ол барлығын біз ала алмаймыз, себебі оның неше түрлі факторлар әсер етеді ғой. Оның бізге сай келетіні, сай келмейтін жағы болады. Әркімнің өзі, әр мемлекетті өзі жеке дербес мемлекет, ол біріншіден, екіншіден олардың да даму сатысы да әртүрлі болып есептеледі екен. Біз жаппай өсіп келіп Жапонияның немесе Сингапурдың несін ала алмаймыз білімдер, бірақ озық элементтерін, озық әдіс тәсілдерін қолдану арқылы біз жалпы өзіміздегі қазіргі білім саласын жетілдіруге болатындығын көре аламыз. Әрине мен бірде біреуін қалдырмадым, бәрін толыққанды көріп жатырмын. Әрине сыни тұрғыдан да қарайтын тұстары да бар, әттеген-ай тұстары да бар. Әрине оның бәрін мен кез келген нәрсені мен позитивпен аламын, өйткені біздің қазіргі қазақ жастарының өзі көрсеңіздер, сөйлеу мәнері, көрсету, жалпы жұртқа ұсынуы, жалпы мұғалімдерге ұсынуы өте сауатты. Әрине шамалы байқап тұрсақ, тақырыптардан ауытқып отыратыны бар. Сол жағынан кішкене не болмаса, өйткені сасады ма білмеймін, кім біледі енді. Бірақтан өте көңілге қонымды, менің өз басым 100% деп алатын болсам, соның 90%-інде әрине ләззат алып отырам. Ләззат алып отырғанда маған өте жағымды ақпараттар келіп отырады. Әрине оның басым көпшілігі таныс мен үшін, бірақ таныс емес жақтарын өзіме игеріп отырам. Себебі Сингапурдың, жалпы Кореяның, жалпы сол мемлекеттердің білім саласын көрсеткен кезде, жалпы ағылшын тілді мұғалімдер, ағылшын тілден жалпы әлем бойынша қарап тұрсаңыздар, қандай метод жаңадан пайда болды, бірінші пайдаланатын сол ағылшын тілді мұғалімдер ғой. Яғни қарап тұрсаңыздар, бізде де сол бірінші күнгі лекцияның әдіс тәсілдері, екінші күннің әдіс тәсілдері маған таңсық емес, таныс. Біз оны әлде де белгілі бір элементтерін қолданып отырамыз. Әрине тағы да бір-екі жаңадан методтар қолданылған көрдік. Әрине оның бәрін біз сабақ процесінде әрине қолданамыз, міндетті түрде. Өйткені бізде жаңалық керек, себебі қазір әлем дамып жатыр, экономика дамып жатыр, білім саласы да ары қарай жылжу үшін біз озық тәжірибелерді көре алуымыз керек, көре білуіміз керек. Жалпы сіздердің, енді мен айта алмаймын, мен бір Алматыға барып, жалпы Индонезияға, жалпы Сингапурға барам деп айта алмаймын, себебі қазіргі жастарды көріп тұрсаңыздар, өте жылдам, өте мен оған үлгермеймін, мен қазірден оған не аламын. Бірақтан мен өзім асықпай істеуге тырысам, мен соңғы рет 23 жинадым, жаман емес. Бірақ енді өзімізді қамшылап жатырмыз, маған өз басым қатты ұнап жатыр курс. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Қазақстанның болашағы тек сіздердің қолдарыңызда. Сіз боп, біз боп Қазақстанды, жаңа Қазақстанды гүлдендіре берейік.